Қайырлы күн достар, сіздерге мерекелік дастарханға арналған өте әдемі ерекше дәмді салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлығын негізінде алдын ала дайындап алдым. Қалай турайтынын видео барысында көрсеңіздер болады. Бізге қажетті ингредиенттер, яғни салатымызға қажетті ингредиенттеріміздің барлығы осы алдын ала турап дайындап қойдым. Ең бірінші колбасаны осындай 4 бүрішті көлемде майда етіп турап аламыз. Және де екінші кезекте салат жапырағын осындай ұзынша етіп турап аламыз. Алдын ала турап дайындап қойдым. Жұқа етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Келесі кезекте бізде пиязды пельменнің пиязына сияқты майда етіп турап аламыз. Яғни пиязды турап болғаннан кейін келесі кезекте бізде огурцыды осындай домалақ көлемде турап аламыз. Келесі кезекте бізде горох, бондиель деген горох, және де бізде картошка фри. Тұз қоссаңыздар да болады, мен қостым, негізі қоспасаңыздар да болады. Келесі кезекте бізде майонез. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Майонезді қоса отырып, осы дайын болған барлық ингредиенттерімізді жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл огурцы деп жатырмын ғой, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша майда етіп, соломка етіп, немесе 4 бүрішті етіп турасаңыздар болады. Міне, салатымыз дайын, өте жеңіл әрі дәмді оңай салаттарымыздың бірі. Және де дәмі бұл өте ерекше әдемі шығады. Мерекелік дастарханға немесе күнделікті жегенге жасап көрсеңіздер болады. Өте тез әрі оңай жасалынатын салат. Және де менің парақшама тіркеліп, өз лайк комментарияларыңызды жаза отырып, жазылып кетіңіздер.